Өмірде бәрі өткінші, тек шынайы жақсылық пен махаббат мәңгі қалады. Адамды кәрілік емес, уайым қажытады. Жақсы сөз айтып, жақындарыңды қуантуды үйрен. Жанындағыларға жылы сөз айту кәріліктің ең қарапайым, бірақ ең маңызды істерінің бірі. Өмірден өткен естеліктердің бәрі сенің байлығың. Олар сенің жүрегіңде мәңгі қалады. Кішкентай нәрселерден бақыт табу кәріліктің ең үлкен даналығы. Олар сенің жан дүниеңе азық болады. Денсаулық пен рухани байлық өзіне деген ең үлкен сый. Оларды қорғауды үйрен. Табиғатпен байланыста болу, оны сезіну өмірдің шынайы қуанышы. Кеңпейіл болу, адамдарға шын көңілмен жақсылық жасау нағыз байлық. Сынған арман жаңа бастаманың мүмкіндігі. Олардан қорықпа, әрбір аяқталу жаңа жолды ашады. Адам өмірінің мәні қарым-қатынас, мейірімділік пен достықта. Жақындарыңмен өткізген әрбір сәт өмірдің алтын сәттері. Өзіңнің ішкі даусыңды тыңда, жүрегіңнің айтқанына құлақ ас. Жасын ұлғайса да арман мақсаттарды жүзеге асыруға ешқашан кеш емес. Қателіктеріңді кешіруді үйрен. Өзіңді кінәлап өмір сүрудің орнына олардың өмірдің бір бөлігі деп қабылда. Өзіңді қамқорлық пен мейірімге бөлеп, күн сайын жан тыныштығын сақтауға тырыс. Қартайған сайын қарапайым нәрселердің қадірін білесің. Бір шыны шай, табиғат көрінісі, жақындарының күлімсіреуі. Басқалардан күтетін жақсылықты өзің істе, сол кезде айналаңдағы әлемде жақсарады. Өткенге өкініш білдірудің қажеті жоқ. Әрбір тәжірибе өмірдің берген сыйы. Өмірдің әр кезеңі өз сыйын береді. Кәрілік даналықтың шыны. Оны қабылдап, одан ләззат алуды үйрен. Ең бастысы жүрегіңнің жас қалауы. Адамды кәрілік емес, рухтың әлсіреуі қартайтады. Үлкен жетістіктерді емес, күнделікті кішкентай жетістіктерді бағала. Ол сенің өміріңнің шынайы мәні болып табылады. Өмірдегі кез келген нәрсені бақылауға алуға болмайды. Кейде ағымға ілесіп, тағдырға сену керек. Қателіктер өмірдің ажырамас бөлігі. Оларды мойындау рухани өсу мен кемелділікке жетудің белгісі. Уақыт ең үлкен байлық. Оны бекерге жұмсама, өзіне және жақындарына арна. Өткеніне ризашылықпен қарау нағыз бақыттың кілті. Өмірде болған жақсылықтарды еске алып, олардың қадірін білу керек. Ешқашан тым кеш емес. Қартайғанда да жаңа нәрселерді үйренуге, қызығушылық табуға болады. Қарттық өткеніңді қорытып, болашақ ұрпаққа тәлім-тәрбие беру кезеңі. Жасаған ісің мен айтқан сөзің келер буынға үлгі болсын. Өмірдегі басты құндылық мейірім мен қамқорлық. Бұл қасиеттер қартайғанда саған еселеп қайтады. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Өзінде барды қанағат тұтқан кезде ғана нағыз тыныштыққа жетесің. Бала кезден армандайтын нәрселерді ұмытпа. Кәрілік келгенде де арман мен мақсаттар болуы керек. Көп жылдар бойы жинаған білімін мен тәжірибеңді өзгелермен бөлісу адамгершіліктің көрінісі. Өзгелерге үнемі жақсылық ойла. Қызғаныш пен өшпенділік тек өзіне зиянын тигізеді. Адамдарды түсінуге тырыс. Үкім шығаруға емес, әрбір адамның өз өмірлік тарихы бар. Оны білмей тұрып кінәлау. Әділетсіздік. Уақыттың қадірін ерте түсінген жөн. Босқа кеткен уақыт қайта келмейді. Сондықтан әрбір күнді мағыналы өткізуге тырыс. Ең басты байлық тыныштық пен жан рахаты. Оларды іздеп табу кәріліктің ең басты мақсаты болуы мүмкін. Қымбат дүниелерден гөрі адамға берілетін шынайы көңіл, мейірім маңызды. Қартайғанда адамдар жан жылуын ғана іздейді. Ашумен қабылданған шешім ең үлкен қателікке апарады. Сол үшін қиын жағдайда да сабыр сақтауды үйрен. Жас болу дененің күшімен өлшенбейді. Жанның жастығы маңызды. Жаны жас адам әрдайым өмірге құштар.
Бақыт сырттан емес, ішкі дүниеден табылады. Жаның тыныш болса, сыртқы жағдайлар қаншалықты қиын болса да бақытты бола аласың. Әр адамның өз тағдыры бар. Оны өзін қалағандай емес, сол тағдырдың жазуымен қабылдау керек. Өткенге өкінішпен қарау бос әурешілік. Өткенді өзгерте алмайсың. Тек бүгінгі күннің қадірін біл. Қартайған сайын естеліктер қымбат бола түседі. Сол себепті әрбір сәтті есте қаларлықтай етіп өткізуге тырыс. Көп нәрсені біліп аз сөйле. Даналықтың белгісі сөзді үнемдеп қажет жерде ғана айту. Шүкір етуді ұмытпа. Қандай жағдай болмасын, сенің қолында бар нәрселер үшін әрқашан риза бол. Көбірек күліп, аз ренжі. Өмірдегі ұсақ түйекке мән бермеуді үйренсең, өмірдің жеңілдеу болатынын байқайсың. Өмірде бәрі өзгереді. Адамдар, жағдайлар, сезімдер. Тек өзгеріске қарсы тұру емес, оны қабылдай білу керек. Жастарға жол беруді үйрен. Әрбір буынның өз уақыты бар. Қартайғанда сол уақытты сыйлап, жастардың дамуына мүмкіндік беру маңызды. Адамды сыртына қарап емес, жүрегіне қарап бағала. Уақыт өте сыртқы сұлулықтың мәні жойылады, ал жанның сұлулығы мәңгі қалады. Дүниені өзгертуге емес, өзіңді өзгертуге ұмтыл. Сол кезде айналаңдағы адамдарға, жағдайларға көзқарасың өзгереді. Өзіңді өзгелермен салыстырма. Әркімнің өмір жолы әртүрлі. Тек өзіңнің жақсылықтарына, қателіктеріне, жетістіктеріне қарап өмір сүр. Қанша жерден даналық жинасан да үйренерін таусылмайды. Өмір үздіксіз сабақ. Сабырлылық өмірдегі ең үлкен қасиет. Көп жағдайда асығыстық ешбір жақсылыққа апармайды. Өмірге рахмет айта біл. Әрбір жаңа күн сенің тарихыңның жалғасы. Ақша, атақ, мансап, барлығы өткінші. Тек мейірімділік пен адамгершілік мәңгілік. Уақыттың қадірін біл. Жас кезде оны бағаламайсың, ал қартайғанда әрбір сәттің алтын екенін ұғасың. Өмірдің ең үлкен сыйы қарапайым нәрселерден бақыт табу. Күннің шығуы, жақындарыңмен бір мезетте болу нағыз байлық. Кешірімді болу жүректің тыныштығы. Өмірде ренжітулер болады, бірақ кешіре білсең, жан дүниен жеңілдейді. Уақытында қателіктер жіберіппін, бірақ олардан сабақ алдым. Ең бастысы өткен қателіктерге өкініп емес, олардан үйреніп өмір сүру. Қарым-қатынас пен отбасы өмірдегі ең құнды нәрселер. Қартайғанда байқайтынын, жанында шынайы қолдау көрсететін адамдар ғана қалады. Адамның басты байлығы денсаулық пен жан тыныштығы. Ақша мен дүние жию маңызды емес. Ең маңыздысы өзіңді жақсы сезіну. Өмір өткінші. Жастық шақта уақыт өте көп көрінеді. Бірақ кәрілік келгенде оның қалай тез өтіп кеткенін түсінесің. Адамды кәрілік емес уайым қажытады. Көбірек күліп, өміріңді жеңіл ұстауды үйрен.